Ұлы дала аңыздары яссауи жайлы қиссалар кітабынан 2 бөлім. Ахметтің Түркістанға келуі. Ахметтің әкесі Ыбырайым ата жұбыны ғұмыр кешті. Бау-бақша мен арзығын айырды. Қанша бейнет көрсе де зейнеттен адай емес еді. Бұл кезде Ахмет медресені тәмамдап үйіне оралған еді. Бақшада арамшып отап жатқан әкесіне: «Әке, арамшып жердің өз баласы дегені рас екені қаптап кетіпті ғой. Иә, қарттық алмай қоймай деген. Арамшып те соны сезеді-ау деймін. Менімен жарыса жағаласады. Үлгер алмай жатырмын. Бүйте берсе бізге дымда татырмас» деді. Ахмет: «Пайғамбарым айтқан, емі жоқ ауру болмайды. Алла ауруды жаратса емін қоса жаратам деген. Әңгіме кеселде емес, шипаны табуда боп тұр ғой. Арамшып жердің өз баласы болса да Құдайдың әмірінен асып қайда барушы еді» деді де күбірліп Құраннан бір дұғалар оқи бастады. Сәлден соң арамшөпке қарата шеф деп дем салды. «Жегенең жерде қал, бегенең бетке шық. Арамшөп топырақ қапсын, адал жеміс бізді тапсын» деп бетін сипады. Арамшөп сол заматта солып қалды. Жеміс жидек пәлегінде толып қалды. Жас Ахмет үлкен іс тындырғандай әкесіне мақтау күтіп дәмете қарады. Әкесі: «Жасыңа шыққанда лайық өнер, бірақ пайғамбарының ұлық сүндеті бұл емес еді. Арамшөпке әркімнің де әлі келеді. Арам ниетке кімнің халі келеді» деді. «Ата, мүбәрәктің ұлық сүндеті деп нені меңзедіңіз? Арамшөп дұғаға солмаса қолмен ақшыламын. Оның жарасы жеңіл. Мықты болсаң, хақ расулы сияқты қараңғы көңілдегі арман ет ойды жол. Арзан мақтанға болма құл. Надан жұрттың теріс ниетін солдыр. Оң ниетім болдыр. Құмарлықтың аранын жап. Көкіректің көзін аш. Әлемнің нұрын шаш. Надандықтан өзін қаш» деді. Ахмет өзінің шекі тұсын байқады. Атасына риза болып, еріксіз басын шайқады. Сосын: «Пайғамбарым ілімді Қытайдан болса да ізде деген. Батаңызды берсеңіз мен сапарға дайынмын» деді. Атасы сонда сөйлейді. Сөйлегенде бүйдейді: «Балам, талабың оң болсын. Ер жігіт үйде туады, түзде жүріп өледі деген. Қатының сорлысы ер қориды, еркектің сорлысы жер қориды. Бізде жас кезімізде төрткүл дүниені шарлағанбыз, ілім ошағын аралағанбыз. Қартайғанда сайрамға табан тіредік. 1 жыл ел кезу, 50 жыл оқығанға тең деген. Бойда қуат, денеде дәрмен барда ілім ордасын түгел шарла. Жортқанда жолың болсын, қыдырата жолдасың болсын. Ғайып берен 40 шілтеннің шылауында жүрсін. Жолың жазық, маңдайың ашық болсын» деп батасын берді. Яссауи мәурен ақырдағы даңқы жер жарған барлық ілім ордасын аралады. Жақсылармен жолдас болды, игі іске қолдас болды. Салихтардың сұхбатынан қашпады, қиянатқа баспады. Ақырында 9 жолдың торабы Түркістанға туын тікті.